Бұйырған ризық. Бір жас жігіт қағбада тұрып, ей дұрыстардың көмекшісі болған Аллахым, ей харамдардан сақтанғандардың көмекшісі болған Аллахым, саған шүкір етемін деп қайта-қайта қайталай береді. Біреу келіп, неге қайта-қайта бір дұғаны қайталай бересің, одан басқа еш нәрсе білмеймісің деп сұрайды. Сонда әлгі жігіт былай деп түсіндіріпті: осыдан 7-8 жыл бұрын қағбада жүргенімде ішінде 1000 алтыны бар қалташық тауып алдым. Ішімнен бір дауыс: бұл алтындармен мынадай тілектерді жасайсың деп құтыртып жатқан еді. Бірақ мен өз-өзіме, жоқ, бұл менікі емес, біреудің затын қолдануым харам болады дедім. Осы кезде біреу қалташық тауып алған адам бар ма деп айғайлап жүреді. Оны шақырып алып, қалташықтың қандай екенін суреттеп беруін сұрадым. Ол суреттеп ішінде 1000 алтын барын айтты. Мен қалташығын бердім. Ол маған риза болып, қалташықтан 30 алтын шығарып берді. Әлгі алтынды алып базарға барсам, бір жас тұтқын баланы мақтап сатып жатыр екен. Ол жас баланың тазалығы менің назарымды тартты. Бұл тұтқын үшін қанша сұрайсың дедім. Сатушы 30 алтын деп жауап берді. Жаңағы алтындарды беріп, жас баланы сатып алдым. Арадан 1-2 жыл өтті. Жас бала өте еңбекқор және әдепті болғандықтан өзіме жақын тартып, қамқорлық көрсетіп жүрдім. Бір күні онымен кетіп бара жатқанымда алдымыздан 3 кісі шықты. Жас жігіт маған: мырзам, мен Фас әміршісінің баласымын. Мына келе жатқандар әкемнің адамдары, мені іздеп жүргендер. Қазір олар сенен мені сатуыңды сұрайды. Сен жақсы адамсың, 30 000 алтыннан төмен сатпа, деді. 3 кісі қасымызға келіп, баланы таныған соң, тұтқыныңды бізге сатасың ба деді. Сатамын, бірақ 30 000 алтыннан төмен болмайды, дедім. Олар келісіп алтындарды берді де жас жігітті алып кетті. Мен бұл алтындармен жұмыс орындарын ашып, сауда-саттықпен айналысып, одан да байып кеттім. Бір күні туыстарым өте бай бір отбасының жақсы бір қызы бар. Әкесі жақында қайтыс болды. Сені соған үйлендірейік деді. Мен де келістім. Содан әлгі қызбен некеміз қиылды. Түйеге артып қыздың жасауын алып келді. Жасауының арасынан бір қалташық көзіме оттай басылды. Жұбайымнан бұл не деп сұрап едім. Ол ішінде 970 алтын бар. Әкем бір кездері қағбада жоғалтқан екен. Тапқан адамға 30 алтын беріпті. Қалғанын маған сыйлады. Жасауыңа қосарсың деді деп жауап берді. Демек, бұл алтындар әу бастан менің ризығым болған екен. Қайтарып бермегенімде харам жолдан келер еді. Ал қазір халал жолмен қайта өзіме келді. Маған көмектесіп харамдардан қорғаған, көптеген нығметтер сыйлаған Раббыма шүкір етемін. Несібеңнен артығын көрмейді екенсің.